Бүгін обедке Қазақ Грилдан қуырдақ заказ бердік. Ашып көрсетейін. Вот осылай фольгаға оратылып, ыстық болып кетіп тұр. Әлі ыстық болып тұр. Мына жерде қосымша пиязы, укроп, асыққан кезде қонақ келіп қалса заказ беруге күшті. Мына жерде салфеткасы, влажный, осындай. Барлығы бірге келіп, қараңыздар, қазір ашып көрсетемін. Қараңыздар, сыртында фольгасын ашып тастадым. Осындай арнайы өзінің ыстықты жібермейтін ыдысында тұрады. Қараңыздар, бірінші рет қуырдақ заказ беріп тұрмын. Осының алдында басқа тағамдарын заказ берген болатынмын. Етін қараңыздар, прям молынан күшті ыстық болып келді. Қазір бетіне аналарды сеуіп, әдемілеп столға қойып жейтін боламыз. Порциясы да үлкен. Қараңыздар, қандай аппетитті болып тұр. Порциясы деген үлкен екен. Кісі шақырған кезде примерно 10-12 адамға жететіндей қуырдақ қойны. Қазір осылай салып алдым. И біз обед ішеміз.